Карантин продакшн жазырын той ұсынады. Көшесі Елетай Еркеплан. Ай, бәрекелді. Ассаламағалейкум. Тойға жиналған тойшыл қауымы. Алдарыңызға осы бүгінгі тойымыздың шымылдығына жақын көрікте көркем сұлу қыздарды қарсы алайық, тамсанайық. Алдарыңызда Әсемай би ансамблі. Қалай басымызды бұрып, қолымызды қаттырақ бұрып, екі жасты қарсы алайық, тамсанайық. Ортамызға қош келдің, бұрымдым менің, бүгін сенің маңызды күнің мен. Ақ батасын айтады ағаң менен, осы әулетке болар деп ғұмырлы келін. Қошемет, қартырақ, айғай қайда, жылы қайда, әйде! Құтты болсын қадамың, аттаған босаған берік болсын, үйлеріне құт-бақыт еніп қонсын. Екі жасқа ұсынамыз ағарғанмен жолың ақтай тазарған. Бай қуатты, дәулетті болсын деген ниетпен аяқтарының астына иленген тер тастаймыз. Бір қадам аттап қойыңыз. Шашу шашылсын, шашу! Өнерлеріңіз өркетін берсін, аман болыңыздар. Енді бүгінгі екі жастың некесін қию үшін осы ортамызға Нұрболсын ұлдарымыздың жеңгесі Алия ханымды шақырсақ па дейміз. Келсеңіз ортаға. Ал енді осы екі жасқа көбелек махаббат емес, сүмелек махаббат емес, керемет махаббат тілеп, өздерінің құтты орындарына жайғастырсақ, сіздердің қошеметтеріңізбен. Етті қарсы алыңыздар. Ал енді мына бүгінгі Перизат келіндеріміздің анасын көпшіліктеріңіз білмейсіздер, келсеңіз келіңізші ортаға. Мына осындай қошеметтеп қойыңыздар. Мына Перизат келіндеріміздің анасы өзіне ұқсайды ма? Ұқсайды дегендер қошеметтеп қойыңыздар. Ай бәрекелді. Жылама ана, жылама, жанетін сенде құлама. Қыз деген нәзік бір ана, бой жетпесе тұрама. Құрмет қошеметтеріңізбен Әсемай би ансамблі. Үшеулеріңіз құшақтасыңыздар, үш-үштен, төрттен жақсы ма? Кәнекей маэстро музыканшы. Ойна, келіз. Сізге тойдан толықтай сүйіп қалсын. Рахмет. Рахмет, бір тәтемізге қошеметтеп қойыңыздар. Үлкен рахмет. Әрмен қарай жалғастырамыз. Дәріс продолжаем, дорогие друзья. Аман болшы. Ортаңыздағы кел, сізден тойып. Келіз аға, келіз. Әдем. Аман болшы. Кән әрмен қарай жалғасын. Тамыз, кәне.
Ай, көкелерім ау, көкелерім ау, келіңіз аға, келіңіз. Кел ағай. Ай, кән, әрмен қарай жалғастырамыз. Кән, былай істейікші оны. Айналып келейік, жасқа, айналып келейік, кән. Тұр. Ай, айналайын. Үш. Неге ұйықтап тұрсыз? Ұйықтап тұруыңыздың себебі неде болды, аға? Түбіл, ұйықтап тұруыңыздың себебі неде болды? Ағам ол, аман болыңыз, есен болыңыз. Ойдан тобықтай, осылай айтпаңыз. Рахмет. Кәні, финал. Кәні, екі адам қалады, ең артында. Кәні, кеттік. Айнал, бір-бірінізден алыстап, бір-бірінізден. Ағашын. Аға, қойсаңшы. Екі қыз қалды. Кетіп барады ма? Иә, өлттір. Құшақтасқысың, өлттір. Кәні, ашылып, арамыз ашайық, осылай ашайық. Кәні кейін, финал. Маэстро, музыка! Бірдеме. Не дейді? Ай, рахмет. Әтем, сізге рахмет. Сіз аман болыңызшы. Тойдан таусылдай сыйлық болсын сізге. Ал, келіңіздерші, екеулеріңіз. Келіңіздерші, ортаға қарай. Мәне бүгінгі финалистер, келіңіздер. Сіздерден бір соңғы финальный бір. Екеулеріңіз. От души бір. Би болсыншы. Сізмен. Хорошо ма? Хорошо? Как маэстро музыку? Рад души. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Тойдан тобықтай сыйлық, аман болыңыздар, есен болыңыздар, ойнап, күліп жүре беріңіздер. Рахмет сіздерге. Дегенге бір қошеметтеп қойсаңыздар. Перизат красавица дегендерді қошеметтеп қойсын. Ал енді осы екі жас үйленгеннен кейін кім үйде отағасы, кім үйде отанасы, кім главный деген сұрақ бәріне қызық шығар еді. Қазір енді бұл кісілердің білімдерін тексеріп көрейік. Қазір мен емес, компьютер сұрақ қойсын. Сұрақ. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті кім? Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Дұрыс па, қошеметтеп қойды. Есеп 1-0. Әрмен қарай жалғастырсақ, кәні екінші сұрақ перисапқа қойылсын. 1211 жылы Қазақ хандығына шабуыл жасаған, моңғол жасағын басқарған әскердің оң жақ қатардағы 3-ші солықтағы моңғол батыры кім? Білмейді. Есеп 1-0. Қошеметтеп қойды. Кәні, есеп 1-0. Әрмен қарай жалғастырамыз. Екінші сұрақ болсынға қойылсын. Қазақстан Республикасының қазіргі президенті кім?
Не деген пәлен Құдай-ау, бір қошеметтеп қойыңыздар. Әкісі высший ма, бір магистр ма, бірдеме бар-ау осы кісіде, ә? Кәні, Перизаттың білім көрейік, екінші сұрақ қойылсын. 1941 жылы Совет одағына шабуыл жасаған неміс жасақтарының генерал-лейтенанты Шмидт басқарған әскери командирінің 9-шы танкінің артында тұрып отырғаны кім? Кім? Есеп 2-ден 0. Ал, шешуші болсын, шешуші. Біріз секілді дұрыс жауап берсен, саған сразу 3 бол береді. Хорошо? Қатысына? Кән, кет, давай. И позиди. Кән, 3-ші сұрақ. Дариға Назарбаеваның әкесі кім? Солтан Алушы Назарбаев. Айналайын-ау, мынау деген мықты білмеймін қайда оқыған, бір жер оқыған болсын. Ал енді 3-ші сұраққа, шешуші сұраққа кезек берейік. Әскери деректерге жүгінсек, Екінші дүниежүзілік соғыста 40 миллион адам қаза тапқан. Есімдерін ата. Атай аласың? Жоқ дейді. Енді құрметті жарандармен мырзалар. Ал енді осы үйден отағаса, осы үйдің асыраушысы, осы үйді, осы отбасының мәртебесін көтеруші. Әрине, нұр болсын деп қошеметтеп қойыңыздар. Ең алғашқы өздерінің тәттілері, махаббаттары да сондай тәтті болсын деп тортты алып келсек па дейміз. Сіздердің қошемет құрметтеріңізбен торт алып келсек. Үлкендерден құдалар қауымынан бат алсақ па дейміз. Bismillahirrahmanirrahim. Құрметті той иесі, ісіңді Құдай оңдасын, қайдағы күшіңді Қыдыр баба қолдасын, мұхар жорауға ұқсап көп жаса, деніңде дерт болмасын. Ықыласпен тілеген тілекті Алла өзі қабылдап ал. Ал енді 91-де аузына түспейтін мақалыңыз болсын. 91-де сап сыйған әппақ сақалыңыз болсын. Сосын кейін 90-ға астаннан кейін бір жас 18 жасар тоқалыңыз болсын.